Өмірге қажетті ең маңызды 3 өсиет әңгіме. Жауапкершілік. Көрші тұратын 2 отбасы болды. Олардың біреуінде ерлі-зайыптылар әрдайым жанжалдасып, ара қатынастарын шешумен болатын. Ал екіншісінде махаббат, өзара түсіністік пен тыныштық болатын. Қыңыр келіншек көршілердің жанжалсыз қалай өмір сүретіндерін түсінбеді. Жан дүниесінде оларға деген қызғаныш та болатын. Бір күні әйелі күйеуіне көршілерді аңдып, өмірлері неге бір қалыпты екенін білуін өтініп сұрады. Күйеуі көршісінің терезесіне келіп, үйінің ішіне мұқият қарайды. Бөлмеде үй иесін көреді. Әйел шаңды сүртіп жатқанда телефон шырылдады да, әйел асыққаннан қымбат вазаны үстелдің шетіне қойып кетті. Бірнеше минуттан кейін сол бөлмеге күйеуі келеді. Ол вазаны байқамай итеріп жібереді. Қымбат ваза еденге құлап сынықтары шашылып кетеді. Оны терезеден бақылап отырған көршісі енді жанжал басталады деп ойлады. Бірақ әйел күйеуіне жақындап, сабырлы дауыспен «Кешір жаным, вазаны дұрыстап қоймағаным үшін кінәлімін» деді. Сонда күйеуі «Қайта сен мені кешір, мен оны байқамағаным үшін кінәлімін» дегендеріне таң қалады. Оны көрген көршісі үйіне көңіл күйі түсіп келді. Әйел көршілерінің берекелі болуының сырын білгісі келіп сұраумен болды. Сол кезде күйеуі «Түсінесің бе? Олардың отбасында бәрі кінәлі, ал біздің отбасымызда бәрініңкі дұрыс» дейді. Егер бақытты өмір сүргің келсе, ешкімді кінәлама. Өз әрекеттеріңе толықтай жауапкершілік ал. Өміріңде болған жағдайларға тек қана өзің кінәлісің. Адамда өз сезімдеріне жауапкершілік көп болған сайын, ол адамда жанжал мен жағымсыз жағдайлар аз болады. Саяхатшы. Қала қақпасының алдында қарт кісі отырды. Оның жанына саяхатшы келді. Жігіттің алыстан келгені көрініп тұрды. «Ата, мен бұл жерлерде ешқашан болған емеспін. Маған айтыңызшы, бұл жерде қандай адамдар тұрады?» деп жас жігіт қариядан сұрайды. «Сен кеткен қалада қандай адамдар тұрған еді?» деп сұрады қария. «Ол жерде қатыгез және тәкаппар адамдар тұрды. Сол үшін де еш өкінбестен ол адамдармен қоштастым» деді жас жігіт. «Сен бұл жерде дәл сондай адамдарды кездестіресің» деді қария. Бірнеше уақыттан соң қарияның жанына басқа саяхатшы келді де жаңағы сұрақты қайта қойды. «Мейірімді адам, бұл қалада қандай адамдар тұратынын айтыңызшы. Мен бұл қалаға алғаш рет келуім және бұл жердің салт дәстүрінен бейхабармын» деді. Қария тағы да сұраққа сұрақпен жауап береді. «Сен кеткен қаланың адамдары қандай еді?» деді. «Ол жердің адамдары өте тамаша адамдар болды. Олар мейірімді және қонақжай еді. Көпшілігі менің достарыма айналды. Сол үшін де олармен қоштасу маған оңай болмады» деді саяхатшы. «Бұл жерде сен дәл сондай адамдарды кездестіресің» деді қария. Қақпаның алдында сауда жасап отырған саудагер бұл екі әңгімені де естіп, түсіне алмағандықтан қариядан сұрайды. «Қалай екі бірдей сұрақты қойып тұрған адамдарға екі түрлі жауап айттың?» деді. «Әр адамның жүрегінде өз әлемі бар. Егер біреу өзі тұрған жерден еш жақсылық таппаса, бұл жерде де ештеңе таппайды. Мәселенің барлығы тұратын орныңды ауыстырғаннан емес, адамның өзіне байланысты. Әр адам біреуден өзіне бар нәрсені көреді. Адамның ішінде жақсылық көп болған сайын, жамандықты аз көреді. Әркім көргісі келгенді көреді және естігісі келгенді естиді, сенгісі келгенге сенеді». Жүк. Дана сопы қария мен оның жас тыңдаушысы ұзақ сапардан өздерінің оқшауланған мекендеріне қайтып бара жатты. Алдағы жол ұзақ. Өздеріне таныс өзенге жақындағанда қатты жауыннан ағыс күшейіп кеткенін көреді. Олар өзеннен асып өтуге дайындалып жатқанда, өзеннен асып өткісі келіп, әдемі сұлу бой жеткен жақындайды. Бірақ өтуге қатты қорқып тұрады. Ол сопылардан көмек сұрады. Жас тыңдаушы бұған тыйым салынғанын түсінеді.
жазбада сопыларға әйелдерге жақындауға болмайтынын жазған. Бірақ қария сопы еш ойланбастан қызды иығына мінгізіп, өзеннің арғы бетіне өткізді. Кейіннен ештеңе болмағандай жолын жалғастыра берді. Жас тыңдаушы өз көзіне өзі сенбей таңырқап қалды. Оның ұстазы қалайша сопылық ережені бұзды? Ол тезірек өзеннен өтіп, ұстазына жетіп алды да, болған оқиға туралы сұрағысы келіп, сұрай алмай жүрді. Екеуі үнсіз 1 сағат жүріп келеді. Артынан 2 сағат кетті. Ал жас тыңдаушы өзін қоярға жер таппай келеді. Өзеннің жанында болған оқиға туралы тоқтамай ойланып келеді. Түн болды. Түнеуге тоқтайды. Ұстаз ұйықтап қалады, ал оқушысында ұйқы қашып кетеді, себебі қызбен болған оқиға еш ойынан кетер емес. Келесі күні шыдамдылыққа күш қалмайды. Түнімен ұйықтамаған ашушаң оқушысы: «Қалайша сен бұны жасадың?» деп таңырқап сұрады. «Сен не жайлы айтып тұрсың?» деді ұстазы. «Қалай не жайлы? Сен ұмытып кеттің бе? Кеше ғана сұлу қызды иығыңа көтеріп алдың ғой. Ал бұлай жасауға бізге тыйым салынған», деді. Сен сол жайында айтып тұрсың ба? Мен ол қызды бір ғана минут көтердім. Ал сен оны әлі көтеріп келе жатырсың ғой. Барлық проблемалар тек қана сенің басыңда ғана. Егер оны басыңда бірнеше минут қана ұстасаң, ештеңеден қорықпасаң болады. Егер ол туралы сағаттап ойланатын болсаң, ауырсынуды сезіне бастайсың. Егер ол туралы күнде ойланатын болсаң, онда ол сені сал ауруына апарады. Себебі содан басқа ештеңемен айналыса